Қайырлы күн қыздар, мен есімім Дана Мырзақұлова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен молочная девушка жасаймыз. Оған дейін видеоны соңына дейін көруге асығыс болып отырыңыздар, және де каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал ендеше кеттік. Молочная девушкаға бізге ең алдымен не қажет? Осындай сгущенкадан именно 3 желанияны алыңыздар. Ең жақсы молочная девушкаға осы 3 желания жақсы. Одан кейін закрома 82-де 5%. Басқа майларды қолдана берсеңіздер болады. Дәмі жағынан шықпайтын болғандықтан, сәл таза болғандықтан мен осы закроманы қолданамын. Пампушка дегендерді қолданбай қойыңыздар, ол таза табиғи өнім емес. 82-де 5% комнаталық температура. Міне, 1-2 сағат алдын ала шығарып қойған. Және де 2 жұмыртқа, сонымен қатар разрыхитель. Разрыхитель обычный пакетиктегі 150 теңгелік, сондай қолдансаңыздар да болады. Мен көп қолданатын болғандықтан осылай 1-2 килограмм қылып алып қоямын. Және сонымен қатар ұн, миксер және де весы қажет. Все, сонымен кірісеміз. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде шекер жоқ. Шекер қоспаймыз, тек қана 2 жұмыртқаны қазір қосамын. Шекерді не үшін қоспаймыз? Себебі бізде 2 сгущенка қосылады. Сондықтан молочная девушкаға шекер қоспаймыз. Қарап отырсаңыздар, қарапайым ғана заттар, артық көп заттар жоқ. Және ең оңай жасалатын торттардың бірі. Ал 2 жұмыртқаны құр өзін еш нәрсе қосқан жоқпын, жақсылап араластырамын. 2 жұмыртқаны осылай араластырған кезде точка-точка пузырок болады. Енді сгущенканы полностью барлығын қосамыз. Міндетті түрде 3 желанияны алыңыздар. Себебі кейбіреулерде молочная девушка қатты болады, кейбіреулер жұмсақ или арасы піспей қалды деп айтып жатады. Именно 3 желаниямен қолдансаңыздар, сіздерде 100% жақсы шығады. Міне сгущенка екеуін қостым. Енді тағы да 1-2 минуттай араластырамын. Одан кейін комнаталық температурадағы закроманы қосамын. Закроманы 1 сағат алдын ала емес, примерно 1-2 сағат алдын ала шығарыңыздар. Осында жұмсақ болуы қажет. Одан кейін араластырған соң, жақсылап араластырасыздар закроманы қосқан соң. Тура жұмыртқа мен шекерді мысалы қалай 3-4 минуттай араластырасыздар, закроманы да тура солай 3-4 минуттай жақсылап араластырасыздар. Бұл жерге біз бірақ шекер қосқан жоқпыз. Енді осыны құр өзін 3-4 минуттай жақсылап миксермен араластырамын. Енді 350 грамм қосамын. Қараңыздар, 0-ге бастым. Басқа ыдысқа өлшеп әуре болмаймын. Bir шетіне осылай 350 грамм ұнды қосамын. Артық болып баратса, ала саламын. Өздеріңізге удобно болады. Мен өзім басқа ыдысқа, әр ыдысқа өлшеп жүріп, жиналғанша осылай бөлек-бөлек. Міне, как раз 350 болды. Енді разрыхитель 10 грамм қосамын. Оны да бір шетке қосам, асып бара жатса ала салам. Все, сонымен миксермен араластырамыз. Тестамыз дайын. Былай қарасаңыздар, жеп-жеңіл. Тестамыз біздің дайын болды. Енді осылай пергамент бумажаларды аласыздар. Пергаментті алған кезде міндетті түрде покланды алыңыздар. Сол кезде сіздерге покланға жабыспайды. Оның үстіне біз ішіне закрома, яғни май қостық. Сондықтан жабысып қалады деп қорықпаңыздар. Бірақ именно покланды алыңыздар. Енді осында кольцо бар, үлкейеді және де кішірейеді. Осында кольцо 1,5 теңге ме тұрады. Алып алсаңыздар, мына жерінде мысалы 200-180 деп сантиметрлердің барлығы сіздерге жазылып дайын тұр. Енді маған мысалы қазір 18 сантиметр пісіретін болсам, қағазды алып, 18 деген жерде ручкамен былай белгілеп аламын. 22 керек болса 22, 24 керек болса 24 деп. Өздеріңіз қалаған немен осылай сызып аласыздар. Все. Бір 8 шақтыма коржик шығады бізде. Енді бір банка немесе осындай бір ыдыс алып алсаңыздар, және де кондитерский мешок. Одноразовый кондитерский мешок. Осыған тестамызды саламыз. Қараңыздар. Қоюды қорықпаңыздар. Жұмсақ әдем теста болып шығады бізде. Барлығын қоспаймыз, жартысын. Кондитерский мешокқа салдық. Енді астыңғы жағын осылай қырқып аламыз. Все. Енді пергамент қағазына былайынан айналдырып шығамыз. Полный айналдырмайсыздар, себебі біз қазір бұны
әлі жаямыз. Осы жеткілікті. Мына. Дәл осылай барлығына осылай жайып шығасыздар. Енді қараңыздар. Салып сіздерге көрсетейін. Арнайы осындай пышақтар бар кондитерлік магазиндерде, бағасы қымбат тұрмайды. 1000-1000 теңге көлемінде. Міндетті түрде осындай темірін алыңыздар. Себебі сынып кетпейді, сіздерге де больше қызмет жасайды. Енді осыны алып, мен өзім солақаймын. Бір қолмен пергаментті ұстайсыздар, екінші қолмен осылай ұстап, қараңыздар. Төбеге жоғары қарай мен көтеріп жатқан жоқпын былайынан. Жоғары көтерсем менде айғыз-айғыз болып кетеді. Сондықтан алып, тек қана осылай бір келке етіп жасап шығамын. Асып кетсе, одан қорықпаңыздар. Осы кезде духовканы алдын ала қосып аласыздар. 180 градусқа қосасыздар. Бұл тез піседі. Примерно бір 8-10 минутта тез піседі әр қожық. Дәл осылай барлығын жасап шығамын. Әрқайсысын жеке-жеке пісіреміз. Қыздар, менде примерно 10-12 шақты осылай қожық шықты. 18 сантиметрден жасадым. 18-19 сантиметрден. Енді піскен соң осылай кішкене күйіңкірейді, одан қорықпаңыздар. Осылай ыстық күйінше басасыздар. Көрдіңіздер ғой? Сол кезде, қазір тортты жасаған кезде формасы барлығында бір келсе болады. Міндетті түрде ыстық кезінде шет жақтарындағысын алып тастаймыз. Қалған қожықтардың барлығын дәл осылай пісіреміз. Креметте болмай қалған жағдайда осындай 69%-ық творожный сырды қолданамыз крем жасауға. Бір тортқа граммын барлығын сіздерге астына жазып қоямын. Ыдысты міндетті түрде су қоя аласыздар. Су еш нәрсе болмауы қажет. Міндетті түрде су қой. Және де 1-2 сағат алдын ала шығарып қоймайсыздар. Крем жасайтын кезде салқын жерге жасайсыздар, духовканың қасына жасамайсыздар. 1-2 сағат алдын шығармай, 5 минут қалған кезде ғана крем шығарасыздар. Әйтпесе комнаталық температурада тұрып қалатын болса, сіздердің кремдеріңіз қою болмайды. Творожный сырды бірінші қосам, және оған сахарная пудраны қосам. Творожный сыр қосып болған соң сахарная пудраны қосамыз. Сахарная пудра обычный пакетикте сатылады. Мен өзіме удобно болу үшін осылай құйып алғанмын. Ванилин қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Біраз қасық ванилин қосам, дәмін келтіру мақсатында. Иісі күшті осы ванилиннің. Именно осы ванилинді алыңыздар, басқа обычный пакетиктегі бір 15-20 теңгелік ванилинді алмай-ақ қойыңыздар. Дәмін жақсы шықсын десеңіздер, барынша профессиональный өнімдерді алуға тырысыңыздар. Міне, творожный сыр, сахарная пудра және де біраз қасық ванилинді қостым. Осының құр өзін 1-2 минуттай араластырамын. Сливкиді қоспай жатып, міндетті түрде бірінші шайқап аласыздар. Яғни астыңғы жағында қою бөлігі қалып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай сливкиді шайқап аласыздар. Бұның барлығы мұздай, яғни 5 минут алдын ғана шығарып аласыздар, 1-2 сағат алдын емес. Міне, творожный сыр, сахарная пудра барлығын араластырдым. Енді сливкиді өлшеп, сонымен араластырамыз. Кейбіреулер бірінші сливкиді қосып жатады. Әркім әртүрлі жасайды. Негізі ең оңай жолы сливкиді ең соңында қосқан сіздерге тиімді. Қыздар, қараңыздар. Осылай ұстаған кезде, міне, құламаса, значит біздің креміміз дайын деген сөз. Міне, әр жерін тексересіздер, бірақ жерін емес. Міне, қараңыздар. Былайынан ұстап жатырмын, менікі мүлдем құлап жатқан жоқ. Значит бізде крем дайын деген сөз. Міне, бұл техникалардың барлығын дұрыс орындағандықтан, яғни холодильникте 7-8 сағат кемінде тұрды. Одан кейін араластырған кезде де 4-5 минуттан артық араластырмайсыздар. Егер одан көп 10 минут араластырып кететін болсаңыздар, қайттан сұйық қалпына еніп қалады. Енді бөлек ыдысқа, міне, банка немесе бір бөлек ыдыс алып, осылай кремдеріңізді қойсаңыздар, өздеріңізге удобно болады. Сонымен біздің креміміз дайын. Кез келген торттарға, осылай вупипайға, молочная девушкаға осылай кремдерді қоссаңыздар болады. Тортты жинауға кірісетін боламыз. Кремді жасап қойдық. Тортты барлығын пісіріп алдық. Енді қыздар, поворотный столик деп аталады. Бұның пластмассы да бар, және осындай темірі де бар.
осылай темірін алып алыңыздар. Бағасы 6,5-7 мың теңге тұрады. Бір алсаңыздар өздеріңізге жақсы. Пластмассовый айналуы қиын, оны 1300 теңге деп көбісі арзан деп алады да, бірақ одан кейін қайттан мынаны бәрібір алатын боласыздар. Сондықтан бірден темірін алыңыздар. Және де осындай подложка. Холодильникке намен салатын кезде сіздерге неудобно болады. Үлкен место көп алады. Сондықтан подложка осындай 150-200 теңге тұрады. Крем жағып қойдым. Кальсоны алдым. Қазір енді коржықтарымызды алып пісіретін боламыз. Кремді не үшін жақтым? Яғни жан-жаққа жылжып кетпеу мақсатында. Міне коржығымызды төседік. Енді былайынан кальциямен қыламыз, чтобы жан-жаққа кремнің ағып кетпеу мақсатында. Қайшымен астын кесіп, кремімізді қосамыз. Арасына банан қосып жіберсеңіздер де молочная девушкаға жұмсақ әдемі кетеді. Қазір осы крем қосқан соң бұл жұмсарады. Холодильникте кемінде тортты 3-4 сағатқа қойыңыздар. Кемінде сол кезде жұмсақ әдемі болады. Дәл осылай барлық коржықтарды төбеге дейін коржық, крем етіп жағып шығамыз. Ең соңғы коржығымызды ақырын аласыздар. Барлық коржықты байқасаңыздар, мен терісінше бетіне қарай қылып жатырмын. Себебі осындай тесік қараңыздар. Осыған біздің креміміз сінетін болады. Сондықтан мен любой коржықта торттарды жасаған кезде кері бетіне аударып жасаймын. Кальцияны алмай жатып, шеткі жағын міндетті түрде кесіп аламыз. Дәл осылай холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар да болады. Немесе крем жағып, содан кейін барып істесеңіздер де болады. Қараңыздар, мен 18 сантиметрмен істедім. Осылай биік болып шықты. Шеткі жағын қазір бір турлап шығам. Шетіне де қазір крем жағып шығатын боламыз. Арасында бос қалған мына жерлерге крем жағып шығам. Одан кейін шпан көмегімен барлығын турлап шығамын. Қараңыздар, мына қатар-қатармен осылай кремді жағып шығамын. Бос жер қалмасын. Бетіне кокосовый стружка сүйіп шығып жатырмын. Креммен әрлесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Кокосовый стружка Рафаэлланың сыртындағысы, яғни кондитерлік магазиндерде сатылады бұл пакетикте. Мен құтыға салып қойдым әдейі. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша енді декорларды қосаңыздар болады. Мен осындай изомальттан декорды сіздерге бір видеода көрсеткен болатынмын. Астына ссылка қалдырам. Осылай жасасаңыздар да болады. Яғни қалаған жерден бүйтіп бір шетіне қойсаңыздар болады. Немесе үстіңгі жағына қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Екіншісінде дәл осылай мына жерге қоямын. Одан кейін бетіне мынандай мишка дегендер кондитерлік магазиндерде дайын сатылады. Соны қойсаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер енді. Уже оформление жағын. Артық болып кетеді деп жатырмын. Лентамен былайынан бір шетіне қыстырып, дәл осылай холодильникке қойып алсаңыздар болады. Мына шетке қазір мен қызыл немесе көк лента байлап қоятын боламын. Ал достарыңызға осы видеоларды жіберіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Отбасыларыңызды осындай тәтті дәмділермен қуантып жүре беріңіздер. Осылай изомальттан, декор барлығын мен каналымда видеолардан көріп жатсаңыздар болады.